Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бел және бүйрек аурулары жөнінде айтамыз. Бұл екі аурудың белгілері бірдей болғанымен, емделу жолдары әртүрлі. Бүгінде екінің бірінің бел ауырады. Ауру белгісі де әртүрлі көрініс береді, әрі қандай да бір уақыт аралығында қайталанып тұрады. Алайда кейбіріміз бел мен бүйрек ауруын ажырата алмай жатамыз. Негізінде ауыртпалығы бірдей болғанымен, белгілері екі түрлі екенін ұмытпаңыз. Сондай-ақ емі де екі түрлі болмақ. Егер сіз мазалап жүрген беліңіз немесе бүйрегіңіз екенін білмей жүрсеңіз, мына белгілерге мұқият болыңыз. Бүйрек ауруының белгілері. Біріншіден, бүйрек айналасынан ауырлық сезіледі. Жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Әлсіздік, еңжарлық пайда болады. Қалтырау, дене қызуы өзгереді. Іштің төменгі тұсы ауырып, несеп шығаратын кезде қиындық туады. Несеп тұсы қоюланып, сасық иіс шығады. Асқынған жағдайда несепке қан мен ірің араласады. Жүрегіңіз айнып, құсқыңыз келеді. Үлкен дәрет өзгереді. Ұйқышылдық пен шаршау жайлайды және қан қысымы көтеріледі, сонымен қатар таңертең көздің айналасы ісінеді. Міне осы белгілер бүйрек ауруынан дерек береді. Яғни бұндай белгілер бар болса сізде, демек сіз бүйрегіңізді дәрігерге көрсетесіз. Егер бел немесе бүйрек ауруы мазаласа, онда терапевт, невролог, травматолог дәрігерлердің көмегіне жүгіну керек. Жоғарыда аталған белгілердің тууына қант диабеті және бадамша безінің қабынуы және басқа да вирусты аурулар, бүйректің қабынуы, бүйректің төмен түсуі, бүйрек және бүйрек түбінің қабынуы, яғни пиелонефрит, жүктілік, әсіресе соңғы айларда жүктілік ауруы өтеді, ағзаның қорғаныс қабілетінің төмендеуі, бүйректің шаншып ауруы, құм мен тастың жиналуы, осы ағзаның жарақат алуы себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар темекі және спиртті ішімдіктер де бүйректі зақымдайды. Енді бел ауруының белгілерін айтатын болсақ, бел ауырған кезде аяқ пен шап қоса ауырады. Бел ауруы басқа да ағзалардың ауырғанымен бірдей көрініс береді. Әсіресе ауыр зат көтергенде, ыңғайсыз қимылдағанда бел ауырып, адам қалтырай бастайды. Бел ауырған кезде қызу көтерілмейді, жүрек айну, құсу сияқты жайсыздықтар орын алмайды. Сонымен қатар азынақ жел соққанда, остеохондрозбен сегіз көздің ауырғанда және жұқпалы ауру жұқтыру, омыртқа бағанасының жарақат алуы, жарық, яғни грыжа болса, омыртқаның жылжуы, буындардың суықтауы бел ауруынан көрініс береді. Жоғарыда көрсетілген осы айтылған белгілерге қарап, өзіңіздің нақты қай ағзаңыздың ауырғанын анықтап алыңыз. Егер бүйрек ауруының белгілері байқалса, біріншіден несеп пен қанға сараптама жасатасыз, екінші УЗИ өтесіз. Бұл аппарат бүйректің қабынуын ғана анықтап бермейді, сонымен қатар жатырдың жағдайында көре алады. Оған қоса онкологиялық ісіктің бар жоғын анықтайды. Және МРТ немесе КТ бел мен бүйректі тексертуге болады. Және рентгенге. Бұл аппарат остеохондроз немесе протрузия ауруларын анықтауға қабілетті. Емдеу жолдары қандай? Ауруыңыз нақтыланған соң ұсынылған ем шараларын үзбей алуға міндеттісіз. Одан бөлек тамақтану мәзіріне де мұқият болыңыз. Бойыңызды дендеген дерттен құтылғанша майлы, ащы, газды, тұзды тағамдарды шектеңіз. Физикалық салмақ салатын жұмыстарды жасамаңыз. Иммунитетті нығайту үшін дәрумендер жиынтығын қабылдаңыз. Мейлінше көкөністерді, жемістерді үзбей жеп, сұйықтықты көбірек ішіңіз. Сонымен қатар беліңіз бен аяғыңызды жылы ұстаңыз, жеңіл жаттығу жасаңыз, таза ауада серуендеңіз. Бір қырыңызбен көп жатуға немесе отыруға болмайды. Салқын душ қабылдамаңыз, арнайы төсеніш пен жастыққа жатуға тырысыңыз. Бүгінгі ақпаратым осындай. Сіздерге тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.